Қазақ елі, бүгін мінекей антикордың ішінде тұрмыз. Халықпен кездесіп жатыр, дискуссия жейді. Антикордың ішінде Алматыда болу мүмкін сыбайлас жемқорлыққа қарсы агенттігінің ішінде басшылармен кездесу болып жатыр. Время. Давайте. Представьтесь там. Уважаемые коллеги, управление в каком списке каждый человек, для каждого человека основной это его шанрак, крыша над головой, но когда мы столкнулись с работой управления поставленным на жилое жилья, то мы столкнулись с непрозрачностью в первую очередь. Я скажу вот даже на примере своих ветеранов войны в Афганистане. Человек встает на очередь, есть закон. Нигде не конкретно, ни на одном портале не написано, какие документы он должен представить, что он должен каждый год отмечаться. Вот это все, оно непрозрачно. Человек встает на очередь. Десятилетия стоит в очереди. Наконец, там, через 12-15 лет ему дают жилье. Жилье дают, разрешение на приватизацию не дается. В двух законах по-разному трактуется положение приватизации этого жилья. В законе о ветеранах войны он, например, имеет право приватизировать жилье и получение первоочередного... Особо тяжкие преступления, и будем соответствующие меры принимать. Если не касается антикоррупционных служб, будем направлять уполномоченные органы, которые этим занимаются. Поэтому Лондон жететін болса, давайте на этом остановимся. Сондықтан барлықтарыңызға көп рахмет. Бүгін осылай көніп келіп, уақыттарыңызды бөліп, өздерінің ұсыныстарыңызды ұсынып көрініп тұр. Сіздер осы мемлекет үшін, осы халық үшін өздеріңіздің жанашырлықтарын біліп, бір-біріңізбен жаңағыдай келіспеген жағдай, оның бәрі дұрыс деп есептеймін. Өйткені сіз өздеріңіздің жеке мүдделеріңізді қорғау үшін келіп отқан жоқсыз. Сіз осы қоғамдық азамат ретінде қоғамның мәселелерін көтеріп отырсыздар. Сондықтан мен өз басым осы бүгінгі өткен жиналысқа өте ризамын. Өйткені көптеген мәселелер естіліп жатыр. Ол енді өздеріңіз білесіздер, біздің мемлекетіміздің президентіміз қойған принципі слышащее государство. Біз сіздердің айтқан мәселелеріңізді тыңдау керек. Тек қана тыңдау емес, ары қарай тиісті түрде шара қолдануға біз міндеттіміз. Сондықтан бір сәткен сөзіңізге сөз. Семинарға келіп қатысқандарыңызға, барлықтарыңызға рахмет. Өздеріңізде айтып жатсыздар. Можно я задам вопрос? Вы сказали, вы направите уполномоченные органы. Вот чем это будет отличаться от отписки? То есть вот когда люди, граждане, когда обращаются в антикорд, мы получаем отписки. Еще раз уточню, если касается, если есть закон, мы все осуществляем свои функциональные обязанности в соответствии с законом. Да? Если мы будем лезть не в тот вопрос, это уже превышение полномочий. Мы должны поэтому мы должны... Извините, а какой механизм тогда, как вы различаете коррупционные риски? Вот есть преступление, и мы говорим, что там есть коррупционная составляющая. А какой механизм? Объясните, вот как специалист, пожалуйста. Чем отличается отписка? Или вы нам сейчас объясните механизм, когда мы указываем, что есть причина коррупции? Где механизм? Объясните, вот как специалист, пожалуйста. Разрешите объяснить. Вот мы предлагаем вам внести свои предложения и ваши решения вопросов. С учетом ваших вопросов будем изучать, касается ли антикоррупционной службы. Если касается, вы должны расписать, в чем вы видите коррупционные риски или коррупционное преступление. Вы должны все расписать. Если вы докажете, я увижу, что действительно согласно действию законодательству... Вы хотите, чтобы я за вас поймала человека на взятке? Нет. Двоих посторонних граждан поймала и сказала, что это коррупция? Нет, вы неправильно... То есть вы хотите, чтобы мы за вас если сделали вашу работу? Если вопрос касается взятки, это непосредственно... То есть вы хотите, чтобы мы за вас сделали вашу работу? За вас, а вы за это получаете зарплату и бесплатное жилье со звездочками, я так понимаю? Если вопрос касается взятки, это непосредственно наша функциональная обязанность, мы будем заниматься.
құрметті қатысушылар, үлкен рахмет бүгінгі мына семинарға қатысып, біраз жаңа өздеріңізге мағлұматтар алып, жаңа жолдарын талдап түсініп жатқандарыңызға. Енді жаңа осы алдында сөйлеген бір азамат айтып кетті, мына антикор соңғы уақытта кішкене халыққа бетімен бұрылып, қоғамменен байланысын ұлғайтып келе жатыр деп. Шындығында солай. Бізде қоғамдық кеңес биылдан бастап, осы биылдың екінші жартыжылдығынан бастап, осы антикордың бастамасымен бірігіп, бірге іс-қимыл жоспарын құрып, план совместных действий мероприятий жақта соған сәйкес қазір жұмысты жүргізіп жатырмыз. В Общественном совете города Алматы в составе первой комиссии создан комитет по правопорядку и противодействию коррупции. Я возглавляю этот комитет по правопорядку и противодействию коррупции. Комитет состоит как из членов совета, их немного там, а в основном это эксперты, в качестве экспертов приглашены общественные активисты, деятели, граждане, жители нашего города. Өздеріңіз сияқты отырушие кісілер, я могу даже поименно сейчас назвать этих людей. Люди, имеющие определенный опыт работы в правоохранительных органах, в юриспруденции, и имеющие опыт борьбы, скажем, по организации противодействия коррупции. Если среди вас, я вижу, есть желающие, которые хотят внести свой личный вклад, пожалуйста, наши двери всегда открыты. Чем больше мы привлечем в свои ряды активных, грамотных людей, не пустословных и каких-то, скажем, то мы всегда будем рады вас видеть в своем составе. И вместе, конечно, будем бороться вот с проявлением коррупционных нарушений в нашем городе. Сондықтан үлкен рахмет басшылығыңызға асқар Оразқалиұлы рахмет, сол кісінің келгеннен бері кішкене көзқарасы өзгеріп жатыр. Қоғамға деген демократия бағытында халықпен санасып бірге еңбек етіп жұмыс істеу деген сияқты біз ризамыз. Біздің қатарымыз күні бүгінгі сіздер арқылы көбейе береді деп ойлаймын. Рахмет. Енді бұл жерде көргеніміз аяғында бәрі сол ресми тіл дейді, орыс тілінде бітті, қазақша сөйлеген бір-екі адам болдық. Бұл жерде мен берген ұсынысым, неге журналистік зерттеулерді антикор өзінің құзыретіне қолданбайды, өзінің жұмысында қолданбайды. Өйткені журналистер ұрлықтың, коррупцияның бәрін өздері антикордан бұрын табады, халықпен сөйлесіп жүр, күнде естіп жүр. Соны неге шығармайды, неге соны антикормен бірігіп жұмыс істемейді дедім. Басын изеді, басқа ишарат білдірмеді. Сол баяғы жартас, сол жартас, ойымша... Все приходите на все общественные слушания и высказывайте свое мнение. Өзгерістердің болары анық, бірақ ол біздің мемлекетте емес, біздің елде емес сияқты. Өйткені шынымен өзгеріс қажет болса, журналистерді коррупциялық, жемқорлық, сыбайластықты ашу үшін журналистерді шақыруға мүмкіншілік бар екенін бәріміз білеміз, бірақ шақырмайды. Өйткені шынымен де шындық шығып кетеді. Жаңа бір кісі айтып кеткендей, осы уақытқа дейін бір рет ұлттық қауіпсіздік комитетінің жұмыскері немесе облыс әкімі, қала әкімі, әлде жаңағы прокуратурадан кісілер ұсталған жоқ, ешқашанда оларды жауапқа тартқан емес, ешқандай құзыретті орган оларға тиіспейді. Бәрі тек қана жаңағы майда-шүйде кішкене мамандарды, айлығы аз адамдарды ұстап, соларды елге паш етіп, міне күрес жүргізіп жатырмыз дейді. Сондықтан бұл жиналыстың енді жақсы жаман жақтары бар, бірақ айтылған әңгіме сол әңгіме болып қалып жатқан сияқты. Жазып бер деген нәрсесін бәрін жазып беруге дайынбыз, бірақ жаңағыдай айтқандай, осы жерде өзі теңнің теңі болып алдына шыққан кісілер бар екен. Елдің өздеріне ұнайтын қалалық маслихатқа, мынау қоғамдық қадағалау кеңестеріне ұнайтын, әкімшілікке ұнайтын кісілер бар екен. Соларды қоғам белсендісі деп бізге таныстырды. Өзіміз таң қалып қалдық. Қашан ол кісілер қоғам белсендісі бола қалғанын және қандай қоғаммен жұмыс істеп жатқанын. Қазақстанда екі қоғам бар, оның біреуі жаңағы естуші мемлекет тас керең болса да қолынан жұмыс келсе біз оған да дайын едік, бірақ оның құлағында не бар екені бізге қызық емес, оның қолында не бар және жүрегінде иман бар ма, қазаққа көмегі бола ма деген сұрақ басты жауап қой. Сол, рахмет. Құдай қаласа өзгерістер болады деп ойлаймыз, бірақ өзгерістерді бізге ешкім аспаннан салбырап түсіре қоймайды. Өзіміз жасау керекпіз, іздеу керекпіз, алға қазақ елі.